Сәлем достар, бүгін біз сіздермен мастикадан роза гүл жасайтын боламыз. Бізге керек заттар: дөңгелек қылып пішін жасап алатын осындай екі түрлі форма керек. Бірі үлкен, екінші кішкентай болу керек. Оқтау керек, мастиканы жайғанға су керек, кисточка керек және осындай құрал керек. Бұндай құрал сіздерде болмаса, кішкентай шай қасықтың көмегімен және қолымызбен жасауға да болады. Ең бірінші осындай етіп пішіндер жасап аламыз. Бұл пішіндеріміз кеуіп дайын тұру керек біз гүл жасайтын кезде. Сосын осындай етіп жұқа қылып мастикамызды жаямыз. Кремге арналған насатканың кішкентайын алып 4 дана дөңгелек пішін жасаймыз. Үлкен насаткамен 5 дана жасаймыз. Бір роза гүлге 9 ұштық кетеді. Пішіндеріміздің шеттерін осылай жұқа етіп жаямыз. Дөңгелек пішіндеріміздің 4-тен 1 бөлігі жайылмайды. Ол гүлді бекітетін жері. Видеода көрсетілгендей құрал болмаса, орнына кішкентай шай қасықты қолдансақ болады. Ол үшін бірінші қолымызбен жұқа етіп жайып ап, шай қасықтың көмегімен шетін жұқалап тартамыз. Барлық дөңгелек пішіндеріміз дайындап болған соң, алдын ала дайындалған конус тәріздес пішінімізге гүлдеріміздің күлтелерін кисточкамен сулап жабыстыратын боламыз. Міне достар, біздің мастикадан жасалған роза гүліміз дайын болды. Подписка жасап,
лайк басуды ұмытпайық достар. Егер де сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар, бәріне жауап қайтарамын.